Сәлем баршаға. Инстаграмда шулатып жатырған осы бір восточный сладость дәмсін жасап көріңіздер. Негізі шынында да өте керемет дәмді болып шығады екен. Шаймен ішкенге ең керемет пирог деп айтар едім қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен електен өткізілген ұңғар разрыхлительді салып, үстіне сахарный пудра саламыз. Үстінен бір жұмыртқаны және де бөлме температурасында тұрған сары майды салатын боламыз. Сары майды мен сияқты микроволновкаға разморовка жасап алсаңыздар да болады қыздар. Енді осы дайын болған заттарды барлығын бірге араластырып, осындай қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр болады. Ол қамырды холодильникке немесе морозилькке 10-15 минутқа қойып сары майын қатырып алатын боламыз қыздар. Осылай сары майы қатқаннан кейін арнайы формаламыз. Менде 26 см. Негізі бұндай ирек емес, кәдімгі 4 бұрыштығы да алып жасай берсеңіздер болады. Бір келке етіп, барлық жерін бір келке етіп жайып аламыз. Негізі пергамент қағазына оқтау арқылы жайсаңыздар да болады. Төбесін осылай вилкамен тесіп шығып, өздеріңіз қалаған сухофруктыларды саласыздар. Мен бұл жерде грецкий орехты ең көп қосқаным, өзім жақсы көріп. Одан кейін сары мейіз, қара мейіз және де аз ғана курага қостым. Негізі кураганы көбірек қоссаңыздар болады. Мен қатты жақтыра бермегендіктен қоспадым қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет пирог болып шығады. Және де арнама әлі де жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылғаныңыз арнамда бұдан да керемет рецепттер болады. Барлығын болғаннан кейін үстіне три желания немесе зептің сгущенкасын салып, қызып тұрған печкада 200 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Ас болсын.